Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге 1-2 жұмыртқадан, кабачкидан осындай керемет құймақ жасайтын боламыз. Видеоның соңына шейін менімен бірге болыңыздар. Ал біздің пияз дейміз ба, не дегенді? Пияздың көк сабағы, осындай асқабақ неміз бар, кабачки, кәді. Енді біз қазір кәдімізді үккіштен өткіземіз. Екі жағын кесіп алып тастайық. Жуылған, тазартылып, енді осыны үккіштен осыны ірі жағынан өткізесіздер. Сырты тап-таза, кесетін ештеңесі жоқ. Осы үккіштен барлығын өткізіп аламыз. Әдемі, үккіштен әдемі өтеді өзі бұл. Барлығын өткізіп алдық. Енді бізде келесіде айранымыз бар. Дүкен айраны бола ма, үйдің айраны бола ма, сүтпен де жасай беруге болады. Біз енді қалада болғаннан кейін енді үйдің сүті болмағасымен кейде нетеміз, көп пайдаланғым келмейді дүкен. Бірақ енді айран алдым бүгін, енді балалар ішкен, содан артылып қалған осындай айран бар бізде. 200 грамдай деп ойлаймын өзім. 5 деп 200 грамын бір құямыз. Сосын жарты бар, 250 грамм болады шығар деп ойлап тұрмын өзім. Қазір қасықпен енді көрсетпей ақ қойын, қасықпен тазарта аламыз ішін. Сосын бізде екі осындай жуылған жұмыртқамыз бар. 5 деп жұмыртқамыз салайық. Сосын енді былай болады, құрметті көрермендер. Мен пияз салып жатырмын ғой. Сіздер енді өздеріңіз білесіздер. Алманы да уақыттап тұрап, алмада салуға болады, бананда салуға болады, піскен картопта салуға болады, жұмыртқаны пісіріп, төртпішілеп турап піскен жұмыртқада салуға болады. Жаңағыдай көк нелеріңіз бар, укроп, петрушка дегендерде салуға болады. Бұл негізі дәмді болады. Сосын бір жағынан тез дайын болады, блины сияқты. Сосын тойымды. Бұл енді қатып қалған ештеңе де жоқ. Осы кісі жасап жатыр. Бірақ мынандай жоқ екен, жасалмай қалады-ау деп уайымдамаңыздар. Көбірек отбасында семьяларыңыз адамдар көп болса, кішкене көбірек қылып 2 есе жасауға да болады. Сүтпен де жасауға болады, құрметті көрермендер, сүтпен. Енді мен осыған балаларымның несі бойынша, өтініші бойынша мен кішкене сыр қосқым келіп тұр. Болады, ірімшік қосуға болады. Сырды қоспай қоюға да болады негізі. Бірақ кішкене мен де көрейін жасап солай сырмен деп, жаңа Айназ мама сырмен жасаңызшы. Солай жегім келіп тұр дегесін, мен қазір азғантай 100 грамдай ғана. Болмаса іздеп қажет жоқ. Бар қолда бар заттармен жасай беруге болады. Бесін осы әнекей. Мен жұмыс істеп жатсам да сөйлеп сіздерге түсіндіріп жатырмын. Ренжіп қалмаңыздар, осы кісі көп сөйлейді екен деп. Енді бізде бұршымыз, тұзымыз, шай қасықпен толтырмай кішкентай тұз салдық. Сосын қара бұрышымыз. Болса кішкентай кепкен сарымсақта салуға болады. Осындай кішкене қара бұрыштан салайық. Бізде айран болғандықтан мен сіздерге айтам ғой, айран ас содысының дәмін кетіреді. Сондықтан да шай қасықпен кішкентай ғана ас содысын айран үстіне саламыз. Келесі кезекте бізде 6 қасықтай ұн саламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді осының барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бисмилля. Өте керемет болады, құрметті көрермендер. Қазір сырды ұмытып кетіппін ғой. Қазір сырын да осының үстіне салып жүреміз. Қараңыздар, түрі де әдемі, иісі де әдемі. Болса ақ жерген жаңағыдай. Видео қолда не бар, сонымен жасай беруге болады. Менде осындай холодильниктен алып шықтым. Осындай сыр бар. 200 грамдық екен, соның жартысын ғана салам. Сонда бір қанша болады? 100 грамм. 100 грамм сыр. Үккіштен осылай өткізіп аламыз. Осындай жартысы қалды. Болмаса керек емес негізі. Іздеп жатпаңыздар. Осы кісі көп нәрсені қосады екен демеңіздер, енді болмай жатса керек емес негізі. Енді майлы болып кетеді екен, осы сырды қайдан аламыз, осы шығармайтын жоқ, осы несін қосады десеңіздер, қоспай қойыңыздар. Алманы да уақыттап тұрауға да болады, кішкентай ғып. Клубника қазір жемістердің енді шығып жатқан кезі ғой, жеміс жидектеріміздің. Мен бірақ өзім жаңағы кәді деген, кабачки, баклажан дегендерді өте қатты жақсы көремін. Сондықтан да осылай сіздермен бірге бүгін кабачкидің бағасы да доступный. Мен 120 теңгеге алдым жаңағы кабачкиді.
осыны мінекей қазір қысып тұрған табамызда күшті қылып тұрып пісіріп алатын боламыз. Табамызды қойдық отқа. Енді кішкентай ғана біріншісінде ғана майлайық, кішкентай, сосын қалғанын майламайтын боламыз. Осы жетіп жатыр. Осылай жағып алайық. Бесінші айына майлы емес, духовкада да жасауға болады негізі. Осылай қасықтарыңызбен жақсылап араластырып, бір жинағанша 10 минуттай тұрды. Бисмиллахиррахманиррахим. Осылай өзіміз форма жасап алайық, күшті қылып тұрып. Осылай құймақ сияқты, блины сияқты қылып да жаңағы нетуге болады. Үлкен қылып құюға болады. Бір формаларыңыз болса, бір формаға да салуға болады шығар деп ойлап тұрмын. Енді күшті қылып түрін енді дөңгелек, пішіндерді, пішін жасауға болатын шығар. Осылай салып алдық. Енді ойлап тұрмын, кішкене может бетін менде мына блинница болғаннан кейін бетін жабатын жоқ. Кішкентай бетіп мынамен жауып, 1-2 минут, 3 минуттай ұстай тұрамыз. Осылай көпіршік болып өзі жан жақтары қызарған сияқты болып тұр. Енді осыны біз қазір бесіме деп алдырамыз. Қараңыздаршы, қандай керемет, е? Осылай 2 табаларымыз болса, 2 табамен де пісіруге болады. Осылай. Екінші жағын болса, 1-2 минут пісіріп аламыз. Неке болды, наверное, болған шығар деп ойлап жатырмын. Мен бұл как панкейка сияқты ма, міне? Қандай күшті, е? Неке осылай барлығын күшті қылып пісіріп аламыз. Холодильникте, морозильникте осылай өткенде көрсеттім ғой сіздерге. Осындай менде нем бар, укроп қазақша. Ақжелкен. Аскөк. Осылай кішкентай аскөктен салып жүрейік. Қандай бар сондайын бола береді. Бірақ болмаса, егерде осылай 2 қасық қаймақпен мындай бір дана сарымсағымыз бар. Соны дәмін келтірсін деп араластырып, осылай осыған батырып жейтін боламыз. Сіздер енді жаңағы жасаған құймағымыз ыстықтай жеген кезінде шикі деп ойлап қалмаңыздар. Сыр қосқаннан кейін жаңағы ірімшік. Солай болады, кішкене салқындатып жесеңіздер, өте керемет. Кішкентай қарабұштан қосып жіберуге болады. Өзіміз жейміз ғой бәрібір енді. Сосын азғантай ғана бір шымшым тұз қосамыз. Жақсылап араластырып жүрейік. Көп жасаған жоқпын енді. Осылай. Енді қазір құймағымызды осыған батырып жейтін боламыз. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге мамам жасаған да құймағын дәмдететін боламыз. Мамам да все жасап қойыпты өзінше. Күштеп тұр, е? Иә, укроп неше. Ал Пайда пісіп жатқан кезде де бір кеп кетіп жеп кетіп жатқан кезде болады. Ыстық болғанда сыр болады, іші жұмсақ болады, сондықтан да. Кішкене күте тұрсаңыздар, кішкене салқындап, чуть-чуть қоюланып, короче. Жағыладым. Дәмдететін боламын. Шикі болмайды, құрмет көріңіздерші, міне. Просто жұмсақшы. Міне сырдың көрсеп жүрші. Мен өзімді бетпесіме деп жеп көрейін. Күшті. Өте керемет. Ас болсын. Күшті екен. Күшті. Жұмсақ. Маған өте қатты ұнады. Андай үлкен осындайды, үлкен жасаймыз. Блинный сияқты жасаймыз. Соған ұқсайды, дәп-сондай почти. Күшті. Салып жүр аузыңдағындай. Ас болсын жан. Дәм өте күшті. Осындай соустармен, құймақпен жүргенде маған ұнады. Нанның орнына тамақпен жесе күшті болатын сияқты. Маған ұнады, сіздерге түнеркен одан обязательно жасап көріңіздер. Дәм өте күшті болады екен. Мамаға лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.